үйіне қазақша шолу болады. Қолымнан келгенше видеоға түсіріп түсіндіруге тырысамын. Ары қарай менімен бірге болыңыздар. Бұл көріп тұрғандарыңыздай бірден пляжға кеттік. Қонақ үйге келе салып біз заттарымызды бөлмеге қойып пляжға кеттік. Мына жерде мен ар жағында өзімнің озвучкамды, видео түсіріп жатқан озвучканы жай қойып қоятын боламын. Астынан егер соны мұқият қарасаңыздар, онда да түсіндіріп жатырмын мен видеода қай жерде не орналасқан. Дәл осы пляждың жанында осы кафешка ма, летний кафешкасы бар. Ішінде бар, коктейль, және де ыстық тамақ беріледі, фастфудтар беріледі, фрукты, барлық нәрсе болады. Біз просто сағат 5-те келіп үлгермей қалдық. Ол күндізгі 12-ден кешкі 5-ке дейін ашық болады. Ал бұл жерде уже екінші күні уже біз қала орталығына барып, өз туысқандарымызға торговый центрден базарлық алған болатынбыз. Біз торговый центрге өзіміз сатып алған турда алып кеп тастау тегін кіреді екен. Сол алып келген машинамен тегін келдік. Ал қайтарымызда өзіміз ақылы таксимен қайттық. Ал такси құны 20 минуттық жерге торговый центрден қонақ үйге дейін 10 000 теңге төледік біздің теңгеге шаққанда. Ал торговый центрдің өзінің ішіне келетін болсақ, тура біздегі Қазақстандағыдай ешқандай кем емес. Тура бәрі бірдей. Бағасы да арзан деп айтамын. Бағалары да бірдей, ешқандай арзан емес. Осындай торговый центрінде неше түрлі өздерінің тәттілері бар, барлық түрлері бар. Тура біздікіндей асып-тасып ерекше болып жатқан ештеңе көрмедік. Ал бұл қонақ үй территориясында орналасқан бассейндар, горкалар түрлері. 3 бассейн бар, және де мынандай көп горка бар. Бұл қонақ үйдің алдында орналасқан бассейн. Бұл бассейннің қасында главный корпусы жаңағы. И осындай бар, кофе ішуге болады, және неше түрлі алкогольді напиток, жай коктейльдер ала берсеңіз болады. Бәрі сол все включенның ішіне кіреді. Және де бұл бар таңғы сағат 9-да ашылғаннан түнгі сағат 3-ге дейін жұмыс жасайды. Дәл осы бар главный корпустың қасындағы. Ал жаңағы главный корпуста көрсеткен көп қабатты мекемеде сол жерде астың бәрі сол жақта жүреді. Ресторанның бәрі сол жақта. Тамаққа да 3 мезгіл сол жаққа келетін боласыз. Және де бассейн жанында, пляжың жанында дәл сол тамақтар молынан тұратын болады. Және де бір айта кететін жайт, бұл аппаратта кофелер қышқыл күйде дайындалады, яғни қант қосылмайды. Қасында қанттар тұрады, және неше түрлі дәм мен шайлар тұрады. Сол шайдан да алып ішсеңіз болады, және де қантты өзіңіз қалыңыз бойынша қосып аласыз. Барлық жағдай өте жоғарғы деңгейде жасалған. Бізге қонағы өте қатты ұнады. Біз бұл жаққа 7 адам болып келдік, 4 ересек адам, 3 кішкентай бала болып келдік. Ең бірінші біз Анталия әуежайына қондық. Тікелей Қазақстаннан Анталияға ұшып, Анталиядан Аланияға дейін 2,5 сағат жүрдік. Бұл қонақ үй Аланияның ең шетінде және ең биік тауында орналасқан. Дәл осындай видпен, енді керемет ең биік жерде болғандықтан барлығы алақандағыдай көрінеді. Тіпті қаланың орталығында ап-анық көрсеңіз болады. Шет жағында тағы да бір бассейн бар. Дәл осындай қырлы жолдармен пляжға барсаңыз болады. Мына ар жақта қалған қонақ үйдің главный корпусы, жолдары өте қырлы бір қорқынышты көрінеді екен, біз үйренбегендіктен. Бірақ осылай машиналар ешқандай проблемасыз түсіп кетіп жатты. Аралайтын осындай территориясы да, жасыл зонасы да өте үлкен қонақ үй. Біз дәл сол жолмен түсіп, түнгі пляжға келдік. Түнгі пляж осылай көрінеді. Әлі де адамдар шомылып жатыр. Кешкі сағат уже 9, бірақ су жып-жылы. Бұл ертесіне азанда біз орналасқан виллалардан осындай лифтқа көтеріліп, жаңа головной корпусқа барып, таңғы асқа баратын боламыз. Бәрі осылай лифтті күтіп тұрады, и лифтқа бір қабатқа жоғары көтеріледі. Бұл жерде таңғы ас, біз барған уақыт жаздың 2 айында барған болатынбыз. Адам өте тола болды, көп адам, неше түрлі туристер әртүрлі елден келген, және де тамақ өте молынан болды. Тозылып қалады, қайтсап қояды, неше түрлі тамақ түрлері болады. Тіпті қарабақ тойып қаласыз, диетический тамақтардың түрлері бар. Балаларға арналған бөлек меню бар. Үлкендердің қалауы бойынша бәрі бар. Алкоголь да бар тіпті.
мынандай детский пюрешкалар да бар, йогурттар да бар. Бұның ешқайсысын дәмін татып та үлгермедік шыны керек. Тамақтың көптігінен осындай отыратын жері де өте кең. Бұл жерде ары қарай тамақтанып болып, дәл осы корпустың алдыңғы бетіне шығамыз. Осы лестница арқылы шықсаңыз болады, және де лифт арқылы шықсаңыз болады. Бұл жерде, мен тұрған жерде 1 емес 4 лифт бар, шатасып кетесіз. Сол үшін маған лестницамен шыққан ыңғайлы. Лестницамен шығып, дәл осы қонақ үйдің алдына келсеңіз, ең басты келгендегі ресепшнде осы жерде, және де ішінде перекус жасап, дем алып отырып, шай ішетін жерде бар. Дәл осының алдында автобус осылай жүреді. Дәл осы автобус пляжға апарып, алып қайтатын болады. Бірақ түнгі уақытта бұл пляж уже істемейді. Кешкі 6-7-ге дейін ғана осылай көп жиналып тұрады. Бірден пляжға апарады. Ал бұл пляжға баратын жол дәл осы мостпен тікелей пляжға өтеміз. Мына пляждың өзі суы да тап-таза, су деген жып-жылы, бірақ өте тұщы, көзіңізге тисе жаман ашып кетеді. Егер пляжға бірінші күні барған болсаңыз, міндетті түрде сусыз шетіне кіреміз, шықпаңыз күнге, әйтпесе денеңіз ашып, сондай бір ыңғайсыздық тудыратын болады. Мен балаларым бәрі әбден суға тойды бұндай теңізге. Ащы болса да осылай қорықпай ортасына дейін жүзіп, теңізге түсіп болған соң қайтадан бөлмемізге келіп, киімімізді ауыстырып, кешкі асқа келген болатынбыз. Бұл жерде сіздерге кешкі асты обзорын көрсететін боламын. Әдеттегідей барлық тамақ түрі өте тола. Бір жерге әтеге видео түсіру үшін 6-да ашылар салысымен видеоға түсірген болатын. Барлық тамақтар толып тұр қазір. Неше түрлі тамақ түрлері бар. Өте көп, бәрі молынан және өте дәмді. Бізге тамақтары өте қатты ұнады. 5 жұлдыз десе 5 жұлдыз, және де барлығы халал, өте дәмді. Нандардың өздері бір бөлек тұрады. Сорпалар бір бөлек тұрады. Кемінде таңға, түскі ас, кешкі ашта кем дегенде 2-4 сорпадан тұрады. Екіншісі, қандай жерден бірінші келсең де уже адам толып кеткісі, ешкім мешать етпес ішкенім видео түсіруге. Бірақ адам деген Ең бірінші кіргенім болса да, адам уже толып кетті. Прям оңай түсіруге мүмкіндік болған жоқ, бірақ сонда да түсіруге тырыстым. Барлық түрлері бар, тіпті балықтар да ешқашан үзілмейді. Балықтың неше түрлері бар. Котлет, міндетті түрде, рулеттер, тауықтың еті, пиццалар барлығы болады. Бәрі өте дәмді, бізге қатты ұнады тамақтары. Десерттерінде неше түрлісі бар, бірақ әрине бұндай көп тамақ тұрған жерде оның бәрін жеп үлгермейсің да. Тіпті кейбірінің көпсінің дәмін біз татып та үлгермедік. Және де фруктылар неше түрлісі бар. Арбуздың сезоны болған соң арбуз ешқашан үзілмеді. Черешняларды біз даже жеп көрмедік дәмін. Бірақ өте дәмді көрінеді бәрі. Осы жер диетический стол. Диеталық тамақ қалайтын болсаңыз, осы жерге майсыз, ешқандай дәмі тұзсыз, осындай диеталық сізге тамақ дайындап қойған. Барлық жағдайлар қарастырылған. Барлығы өте күшті. Ұнады, күшті деген сөзді айта беріпмін, қайта. Бірақ шынымен де дәл сол берген ақшаңызға стоит қонақ үй. Тәттінің де неше түрлісі болады. Тәттілер. Неше түрлі тәтті. Целый торттар. Бұнда тұрғанда көп нәрсе жегім келмейді, бірақ ертең аңсайсың ғой жоқ дейді ше. Түрік тәттілері міндетті түрде ешқашан үзілмейді. Әр кешкі аста осылай түрік тәттілерін қояды. Бір ас бірін қайталамайды. Неше түрлісін көріп күнде кешке таңғалатын боласыз. Түрлі дәмдер көресіз. Міндетті түрде барып саяхаттаңыздар. Егер мен блогымды көріп отырсаңыз, шынымен сізге бұл
причина болсын, барлығы өте жоғары деңгейде, және де обязательно салаттардың миллион түрі бар. Бәрі зор соустарына дейін өзіңіз таңдайсыз. Әр адамның өз қалауымен бәрін жасап қойған. Және де сырдың осындай бір бөлек отделі бар. Сырдың өзі бір бөлек қатарда тұрады. Сыр. Бір бөлек әлем сыр. Бұның бәрі сыр. Андай. Çetin salatalı. Rебят. Ух ты. Балаларға арналған бөлме дегенім дәл осы болатын. Бұл жерде тек кішкентай балаларға арналған, бәрі солардың өз деңгейлеріне арналған диеталық, ешқандай майлы емес, күшті тамақтар қойып қояды. Тәттілер де болады, дәл өз балаларына арналған соктар да болады, йогурттар да, пюрешкалар да болады осы жерде. Тіпті телевизор көріп отыр, осы жерде отырып жейді. Ал бұл біздің ең соңғы күніміз, қайтатын күніміз. Біз қайтып алып кететін трансферді күтіп отырған болатынбыз. Ол уақыт аралығында балаларды дәл осы ойнайтын жерге алып келіп, ойната тұруды жөн көрдік. Дәл осы ойнайтын жердің ішінде нянялар да бірге жүреді. Барлық жағдай жасаған, іші сап-салқын, неше түрлі ойыншық түрлері бар, неше түрлі ойын түрлері бар. Барлық қарастырылған, ең басты тап-таза, барлық жері балаларға арналған. Дәл осы өз үйімізге қимай қайттық. Мен негізі күшті видео түсіргім келді, әрине бала шағамен барғандықтан мүмкіндік болмады. Осылай монтаждап түсіруге тура келді. Келесі барғанымызда міндетті түрде сапалы видео түсіруге уәде беремін. Осымен біздің обзор аяқталды. Кейбір ақпараттарды шортс видеодан көрсеңіз болады.